Елордамыздағы достық үйінде әсерлі іс-шаралар жүйелі, жоспарлы түрде өтіп тұрады. Бүгін соның біреуі тағы болып өтті. Елорда мәдениет пен өнердің ордасы деген тақырыпқа арналған бұл іс-шарада Нұр-Сұлтан қаласының мәдени кодын қалыптастыру, Елорданың мәдени деңгейін көтеру, қала тұрғындарының эстетикалық тәрбиесі туралы мәселелер қозғалды. Бүгінгі отырыстағы әңгімелер өзінің нақты нәтижесін береді деп сенгім келеді.